Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Баршаларыңыздың Алла тағала зейіндеріңізді ашсын. Мені сіздердің білімдеріңізге, рухани өсіп жетіп кемелденуіңізге, IQ, EQ-ларыңызға себепші етсін. Алла қаласа қазір сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыз тақырыпта айтып тұрғандай мен және мақсаттарым деп аталады. Бірінші күнге осы тақырыпты қойдым және де қазір максимально барлықтарыңызға ақпарат беремін. Сіздерден өтініш, мен сияқты осындай дәптер, ручка, хотя бы парақ пен ручка алып түртіп отырсаңыздар. Кейін деп мүмкіншілік болып тұрған кезде кейінге қалдырмасаңыздар екен деп сіздерден өтінемін. Ал олай болса бісміллә деп бастаймыз. Сіздер мені танисыздар деп ойлаймын. Танымасаңыздар кішігірім өзімді таныстырып өтейін. Мен Айдана Асанқызы Екеубаева, фамилиям Ыбырай, мен күйеуім аты. Негізінде баста Айдана Ыбырай деп бастап кеткен себебім, күйеуі бар әйел ретінде енді өзімнің түсінігім бойынша солай кетсін деп, сонымен Айдана Ыбырай деп кеткен. Көп адам солай фамилиясы деп ойлайды екен. Осы уақытқа дейін 2017 жылдан бері блог бастап келе жатырмын, және де қалай блог бастадым, солай мен психология саласын зерттеп келе жатырмын. Зерттеп келе жатқанда примерно соны өміріме қолдану арқылы қазіргі таңда өзімнің өмірімдегі қаншама, мысал үшін адам ойланса вау дейтіндей эффектілерді мен Алланың қалауымен және де өзімнің әрекетіммен сол өмірді өзіме тарттым. Бірақ армансыз адам қанатсыз құс дейді. Біз армандарымызды, арман негізінде, вообще-то арман деген нәрсені біз ойлаймыз ғой, ол мен просто ойым ғой, қиялым ғой емес. Арманды Алла тағала біздің жүрегімізге салады екен. Қалау қылып та. Не үшін салады? Сол арманға талпынсын деп салады екен да жүрегімізге. Енді біздің өзіміздің қалауымыз бар, ол арманға жете алатын, жете алмайтын. Бірақ Алла тағала біздің жүрегімізге ол арманды салды ма, значит ол орындалады деген сөз екен да. Бірақ біз жалқаулыққа салынамыз, ой қаяқтан деп өзіміздің ішімізде толып қалған установка, негативтерімізбен ол арманның орындалуына өзіміз жол бермейді екенбіз да. Мынандай сұрақ, мен армандарым орындалмады ғой, мен сондаймын ғой деп айтады адамдар. Сол кезде өзіне сұрақ қойсаң, негізінде сен сол арманды Алла қаламады ма, әлде сен қаламадың ба деп сұрақ қояды екен да. И маскасыз шынайы түрде өзіңе жауап беретін болсаң, түбінде ол нәрсені өзің қаламаған болып шығуы мүмкін да. Мысал үшін, мынандай установка болады да, сабақты уже бастап кеткен қалай кетті. Мынандай установка болады да адамда, мен үй алғым келеді, қаладан қосымша бір үйім болса екен деп ойлайсың да. Бірақ вдруг ол үйді алған кезде оған мысалға қайынәпкем немесе біреу кеп тұрып алсашы, менің үйіме тұрып алып, мен ол үйді негізінде квартирантқа берем деп ойлаған кезде ана бір туысқан келіп тұрып, бекерден бекер тұрып маған не ақша бермейді, қарым-қатынасымыз бұзылады, сондай арты жаман болып кетеді деп ішіңнен сөйтіп ойлап тұрсаң, значит сен ол арманың болмайды. Себебі сен ішкі установкаңда, если мен ол үйді алатын болсам, ол маған емес басқа адамдарға выгодно болады, и мен қиналып қалам деп ойлайсың да. И сол үшін ол нәрсені өзің қаламайды екенсің да. Бұл бір мысал ғана. Көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы жаңа жылдық, өмірге деген, жаңа өзгеріске деген сіздердің кері байланыстарыңызды алайын. Сосын Құдай қаласа сабағымызды бастайық. Негіз бастап қойдық, по идее. Көңіл күйлеріңіз барлығы жақсы деп ойлаймын. Себебі Алла тағала сіздерді менің алдыма жіберсе, значит, білесіздер, барлықтарыңыз білесіздер да, Алланың қалауынсыз жапырақ та жерге құламайды. Енді сосын мынандай да, бұл сабақ мен қолымнан келгенше 3 күн сіздерге сабақ өтемін. Бұл жерде ешқандай сиқырлы таяқша жоқ. Мен сіздерге ойбай, мен сендер үйтіп жүрем, бүйтіп жүрем деп уәде бермеймін. Мен сіздермен қандай нәрсені, қандай да бір дүниені бар білгенімен жеткізуге тырысамын.
және де бұл жерде баға не имеет значение. Бұл неге даусым неғып өтеді екен? Не имеет значение? Себебі мен бұл сабақты, если 1000 теңге емес 100 000 теңге немесе 10 000 теңгеден де сататын болсам, 100 000 теңгелік беретін білімді де қазір мен берем деп шештім. Себебі менің бастапқы ниетім, бірінші кезде білесіздер, тегін өтсем деген ой болды да менде. Оқырмандарыма осы білетін нәрсенің бәрін бір тегін өтіп, осы қаңтар айына үлкен дауысын өзгеріп тұр дейсіздер ма? Қалай шығып тұр екен? Интересно, менде екінші телефон жоқ та. Өзімнің дауысым емес, басқа дауыс шығып тұр ма? Қалай? Нормально болса, нормально. Просто бөлмеңіздерші. Негізі ниет баста менде тегін сабақ өтем дедім. Себебі бүкіл жаңа жылды жаңа сауаптармен, жаңа игі істермен бастасам деген ниетім болды. Бірақ хотя бы адам тегін деген қадір болмайды да. Мысалға тегін беретін болсам, сіздер даже на прямой эфирға келіп, даже ручка парақ алуға ерінетін едіңіздер. Ой, қош, тегін ғой деп неметті деген нәрселер шығады да. Сол үшін хотя бы 1000 теңге қойдым. 1000 теңгеге сіздерді кедейленіп қалмайсыздар, мен де байып кетпеймін, иә. Одан кейін сіздер ойлап қалмаңыздар, айдана 1000 теңге сабақ өтіп жатыр, бұл арамы көп нәрсесін айтпай қалады бізге деп. Мен қолымнан келген нәрсесінің барлығын, қолымнан келген білетін ақпараттың барлығын білім зекеті ретінде сіздерге ниет еттім ба? Сол ниетіме қарай мына парақшаны да ашып қойдым. Араларыңызда тегін қатысқан адамдар, тегін қатысып отқан, байқамай кіріп кеткен адамдар болса, тегін қатысып кеткен адамдар болса, онда өтініш 1000 теңгелеріңіз төлей салыңыздар. Себебі аққа кіру деген ең жаман нәрсе. Себебі ол неде кәдімгідей бұл нәрсемен сұраламыз. Түсінікті ғой, енді сұрақ қойыншы сіздерге. Сұрақ қойыншы. Тыңдаңыздар мұқият. Сұрақ былай. Кім үшін өмір сүріп жүрсің? Кім үшін өмір сүріп жүрсің? Барлықтарыңыз қараңыздаршы и комментқа жазыңыздаршы. Кім үшін өмір сүріп жүрсіздер мына өмірді? Кім үшін өмір сүріп жүрсіздер? Жоқ, маған кері байланысқа керек болып тұрсыздар. Өзім үшін деді. Енді қараңыздар. Қараңыздар. Кім үшін өмір сүріп жүрміз деген кезде уже адамдар ойлана бастайды. Мен кім үшін өмір сүріп жүрмін, кімге керекпін? Бала шағам үшін, отбасым үшін дейтіндер өзінің өмірі жоқ адамдарда. Мысалға, бұл өмірде қараңыздар, өмірі мына мысал үшін біздің өміріміз, өмір деп қарастырайық, примерно да. Енді қараңыз, мына жерде бала бар. Бала, күйеу, ата-ана, мына жерде достар. Тағы кім бар? Маңызды. Мысал үшін қараңыздар, мақұл, енем дей салайықшы. Енем, ата-ана, достар, бауырлар, қараңыздар. Мынау енеңіз, балаңыз, күйеуіңіз, ата-анаңыз, достарыңыз, бауырларыңыз, Енді қараңызшы, бұларға не маңыз береді? Бұларға сен маңыз бересің. Егер де сен маңыз бермесең, бұлардың бар жоғы белгісіз ғой, если сен жоқсың да о жерде. Сол үшін біз бірінші кезекте бір деп қойыңыздар, бірінші кезекте мен бармын. Бірінші кезекте сен барсың.
сенен кейін барып міне бала, күйеу, ата-ана, достар, бауыр, ене сенен тарайды. Түсінікті ма осы жер? Сен барсың. Егер де сенің өміріңде сен өзіңе орын бермей, мыналардың барлығын бірінші орынға қойсаң, сен жоқ болсаң, онда ол жерде өмір жоқ қой. Міне, сен болғаннан кейін барып мыналар бар. Мысалға да. Және де қараңдар, сенің айналаңда болып жатқан қарым-қатынас, енеңмен, күйеуіңмен, абысыныңмен, оның ертең қарым-қатынас тақырыбында тағы да айтам. Солармен болып жатқан қарым-қатынаста мына жерде мыналардың барлығы сабақ сақталады. Мыналардың барлығы сенің айнаң, сенің ішкі күйің. Түсінші, сенсің, сенің ішкі күйің. Қара, сенің ішкі күйің қандай, мыналар соның барлығын көрсетіп береді саған. Ертең осыны қарым-қатынас тақырыбында айтам. Просто мынандайда анау үшін, ұнау үшін емес. Сен өзің үшін өмір сүресің. Сен барсың, мен бармын және Алла тағала бар. Бұл өмірде да. Сен барсың және Алла тағала бар. Қалғандарың барлығы бар, оның барлығы, мысалға, күйеуіңде, енеңде, достарыңда, ата-анаңда, бала-шағада барлығы Алланікі, Алланың жаратылысы. Сен олардың ешқайсының иесі емессің. Сені Алла жаратты және сен барсың. Сенің айналаңда болып жатқан ситуацияның бар, қарым-қатынастың барлығы ертең тақырып айткен не? Оның барлығы ертең қарым-қатынас тақырыбында айтамыз. Енді келесі кеттік. Бұл сабақтан өтінем сендерге, барлықтарыңа сен деп сөйлей берейінші, себебі сіз деп өтірік сөйлескім келіп тұрған жоқ та. Мысалы, қалай бар, солай айтсақ, адамның жүрегіне тез жетеді. Енді қараңыздар. Өтінем мен сендерден, бұл сабақты ешқандай маскасыз, эгосыз, тәкаппарланбай, мынау не айтады екен, үйтіп жүрейін, бүйтіп жүрейін деп көрмеңіздерші. Себебі сіз үйтіп көрген сайын, сіздің бойыңызға ештеңе сіңбейді. Сіздің бойыңыз ештеңе сіңбейді. Қазір көріп отқан нәрселердің барлығын бекерге ауаға ұшырып жібересіз. Сосын бұл сабақтан бірінші сиқырлы таяқ күтпеңіздер. Бір сиқырлы таяқ күтпеңіздер. Оның барлығы жаңа айтып кеткендей өзіңізге байланысты. Екінші, бұл сабақтан сіздер барынша ашық болыңыздар. Маска, паска, эгоның бәрін жинап қойыңыздар. Так, сиқырлы таяқ, эгоны жинау, шәкірт позициясында отыру. Жаңа бір нәрсе айтам, есіме шығып кеткен емес, ойым бөлініп кеткен емес. Эфир сақталады міндетті түрде. Үшіншісі, өзіңнің жан қалауыңмен жұмыс жасау ғой. Әркімнің ойы әртүрлі да. Так. Так. Жо, нормально бәрі. Сізде сет нашар шығар, қыздар, барлықтарыңызда қатып қалып жатырмын ба? Кейін эфир сақтаған кезде бізде не болады? Нормально сақталады. Енді сіздерге практикалық тапсырма. Сіздерге барлықтарыңызды ручка, дәптер алдым дедіңіздер ғой, ниеттеріңізді түзілеңіздер. Кім қандай ниетпен қатысады, сол нәтижені алады. Кім қандай ниетпен келеді, сол ниетпен кетеді. Сол үшін ниеттеріңізді туралаңыздар. Қазір мен бір тапсырма беремін, соны орындайықшы. Если орындай алмайтын жағдай жоқ болса, просто тапсырманы заметкаға сақтап алыңыздар. Осыны істеуім керек деп қараңыздар. Бірінші А пункті. Қазір барлығымыз А деңгейінде тұрық. Міне. Ада тұрмыз. Біз бұны қалаймыз, е? Міне. Мына А пункті, мына Б пункті. Біз қазір мына жерде тұрмыз. Мына жерге барамыз. Иә. Қазіргі состоянияларыңыз қандай? Просто бір ауызбен, бір сөзбен. Бірінші жауап ол сіздің ішкі состоянияңыз. Мысалға, астына стрелка қойыңыздар да, бірінші жауапты осының астына жазыңыздар. Қандай? Дәл қазір қандай көңіл күйде тұрсыздар? Бірінші жауаптарыңыз ол сіздің түйсіктен келген жауаптарыңыз болады. Мысалға, сенімсіз, күдікшіл, қорқақ. Қазіргі состояние, қандай состояние? Бірдеңе жетпей тұр. Немесе супер. 100% супер адамдар бұл жерде отырмайды.
дәл қазіргі бірінші келген жауапты жаңағы мен маска деп айтып отқаным сол, адам бірінші кезекте өзіне шыншыл болу керек та. Сен ойлайсың ғой, адамдардың барлығы өтірікші, оңбаған деп ше. Сен өзің оңбағансың да, өзің өтірікшісің. Сен өзіңе өзің өтірік айтқан екен, айналаңдағы барлығы соны подтвердить етіп береді. Өтірік нәрсе көріп қаласың, өтірік кино көресің, адамдардың өтірігін постоянно көре бересің, немесе сен алдап кете береді, себебі сен ішінде өзің өтіріксізсің да. Так, хорошо. Мына жерге шарасыз деген сөз жазайық. Мына шарасыз, сенімсіз, қорқақ. Міне өзіңіз жайлы 3 нәрсені жаздыңыз. Просто маска кимей, міне мен мына жерге крутой болып көрінбей ақ қояйын деп ешкім көріп тұрған жоқ. Бұны А пунктта тұрған сізсіз. Енді мынау Б пункт. Б пунктте өзіңізді қандай Айдананы көргіңіз келеді, қандай Динараны көргіңіз келеді Б пунктте. Өзіңізді толық кемелденген түріңізді просто визуализация жасап көрген шығарсыздар, Мен мысалы үшін сенімді Айдананы көргім келеді, табысқа жеткен, бизнес-вумен деген сияқты. Мен примерно айтып жатырмын да. Сол сияқты әркім өзінің ішкі хотелкасы. Мысалы, біреу мұғалім болуы мүмкін, біреу дәрігер болуы мүмкін, сол өзінің саласынан жетістікке жеткісі келетін, біреу мысалы сетевой болуы мүмкін. Әркімнің өзінің саласында, өзінің қиялында қандай арманды қалайды. Сол жерге жазыңыздар. Просто батыл, анау-мынау емес. Четко кім болғаныңызды қалайсыз, соны жазыңыздар. Батылдан бастайсыз, батыл. Айына 50 миллион табатын деп қойсай, примерно да. Мына жерде 50 миллион, 100 миллион мындай ше армандардың қазір кітаптан мен четко андай несін тауып алдым да. Сол тілімде қазір айтып беремін. Осы арман туралы қазір айтып жатырмын ғой. Мынандай бір арман бар да, соны түсіндіре салшы сразу. Қазір бір арман туралы бір нәрсе айтайын. Сіздер пока жаза беріңіздер буточкаларыңызда. Кім қандай болғысы келеді, қандай өзін көргісі келеді. Кім, мысалы үшін 96-90 емес. Мысалға мен үшін идеал салмақ 75 килограммда өзін сенімді сезінетін, ай сайын 50 миллион табатын Айдананы көргім келеді. Сол сияқты әр кәллада бір қиял, өздеріңіздің буточкаларыңыз жазыңыздар, тез. Ой, құдайы, қайық кетіп болды. 44-ші бет. Комментарийға емес, параққа жазыңыздар. Тапсырма сіздерге. Параққа жазыңыздар. Практикалық тапсырма. Қазір істеу керекпіз. Сол үшін сіздерге дәптер, әпкеңдер, құдай тамаққа демеңдер деп айтқаным. Так, жазыңыздар, Міне. Трансцендентті арман деген бар. Трансцендентті арман. Бұл арман не? Осын несін айтпейм ба сіздерге? Трансценденция деген нәрсе. Ғылыми тұрғыда осы сабағымды бір жет қосып отырмын да. Трансценденция сөзінің түбірі латын тілінен алғанда шекараны қиып өту дейді. Арғы жаққа асу дейді. Өзіңнен тысқары аймаққа беттеуді білдіреді. Яғни трансцендентті арман дегеніміз тәңірлік әлеммен астасып жатқан заңғар, асқақ, өзінен тысқары ұлы мақсат дегенді білдіреді. Бұл арманмен ауырған адам объективті әлемнің ішіне сыймай 18 мың ғаламның құпиясын қопарғысы келіп құштарланады дейді. Енді қараңдар, бұны мен бекер айтқан жоқпын. Қазір осыны талқылаймыз. Енді мына жас болсаңдар, трансцендентті арман, трансцендентті өздеріңді көргілерін бір мақсатты жазыңдар дедім ғой, қазір оны түсіндірем. Енді мына көріңдер ғой, енді қазір мен 5 минут уақыт берем. 5 минутта ойларыңа келген сөзді жазыңдар. Мына жерде жазыңдар. Мына жерге. Ақша, бірдеңе, шірдеңе, ішіңде не бар? Просто не жазғың келеді, тупо соны жазасыздар. Мына жерге. 5 минутта қанша сөз жазасыздар, соны бәрін жазасыздар. Қазір сағат 43 кетті ма? Дайын кетті, басталды 44. 5 минутта бастаңыздар. Мысалы үшін ойыңызға келген сөз, қағаз, дуал, перде, бірдеңе. В общем, ойыңызға не сөз келеді, соны бәрін жаза беріңіздер. Ішіңізде не бар, соны бәрін мына жерге жазыңыздар. Қатарынан ұзын бір. Мысалы үшін ақша, даму, өсу, жетістік, махаббат, тамақ, машина, қыдыру, саяхат,
өзің. Короче, осылай кете бересіздер ме? Осылай жаза бересіздер. 5 минутта жазыңыздар. 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49 кеткен кезде тоқтатамыз. Келсі жазыңыздар дағыда. Комментарийға емес, осылай. Бұл техника, фрирайтинг техникасы деп аталады. Фрирайтинг техникасы. Так. Фрирайтинг техникасы қазір жазып болған екен, соны талдаймыз. Содан кейін арман жазуға көшеміз. Что там сабақ түсінікті отыр ма? Жазбай отқандар бір-екі кері байланыс беріп жүріңіздер. На позитиве болайық. Позитивті көңілге көп нәрсені шешеді. Не жазу керек? Міне. Ойыңа келген бірінші сөз жазасың. Ойыңа келген сөз. 5 минуттың ішінде ойыңа келген нәрсені бәрін жазасың. Ойыңа не келеді, соны жазасың. Ойыңа тез жазу керек бұл жерде мақсат. Қазір бұның мәнін түсіндім. Ойбай жазып қойдым дегенсіз, 5 минут жазасыздар, 5 минут 49-ға дейін жазасыздар. Ойбай Гүлмира жазыңыз сіз. Ішімнен жазым деген болмайды қыздар. Не үшін армандар, мақсаттар параққа жазылмаған кезде орындалмайды айтайын ба? Жазыңдар, бұл миды ашытпайды. Не үшін орындалмайды айтайын ба? Сен арманың орындалғанын қалайсың да? Ойбай, күшті нәрселер қалайсың да? Бірақ сен хотя бы үстіп ручкамен парақ алып осылай жазуға ерінесің да. Үстіп кімге ренжисің? Мен арманым орындалмайды, мен неудачницамын деп. Сен өзіңе өзің ренжу керексің да бұл жерде. Себебі сен хотя бы әрекет қылмайсың да. Сен сол әрекет істеш. Мен қазір енді мен тек қана мотивационный нәрсе көргенде интересімде постоянно сондай нәрселер шығады. И сөйтіп постоянно сондай нәрселер шығып, адамдар сондай нәрсені айтқан кезде мен комментарийсін не жазады екен деп кіріп көремін да. Кіріп көремін ғой. Кіріп көрген кезде астына, ой, сен сонда арман жазып отырсың, сен сонда мақсаттарын кім орындайды, анау мынау деп ана негатив шашып отырады адамдар да. Ана негізінде ана автор дұрыс айтып жатыр да. Ана астында кәдімгі қолы бос адамдар соған энергиясын құртып, нервісін құртып, соған жазғанша, соған комментарий жаман нәрсе жазғанша, одан да өзі отырсын да, өзіне не керек соны жазсын. Параққа жаза берсін. Себебі адам жазғанда ғана нейрондар қимылдайды. Армандар не үшін орындалмайды? Себебі сен оны миыңда ұстап отырсың. Миыңда 1045 ой бар. 1045 ой, 70 мың деді. 1045 жай алып кетеді екен ғой. 70 мың ойдың ішінен сенің, ол ойдың ішінде сенің миыңда жазып отқан ойың ішінде сенде неше түрлі нәрсе бар. Ол жерде ұрлық, қайырлық та бар, ұрыс та бар, төбелес те бар, қыдыру да бар. Каша миыңда. Кашаның ішінен сен по полочке, шипонердің ішінен бір киім керек болса, сен шипонеріңді қажет тұратынын білесің ғой. Сол сияқты біз жазу арқылы по полкам қоямыз. Қазір біз практикалық тапсырма орындаймыз. Сол жерде по полкам қоюды үйретеміз сіздерге. По полкам қойылмаған нәрседе ішіп бардак болып жатқан нәрседен қалай сен арманың орындалады? Сол үшін мен де даже менің өзім кемшілігімде бар еді да. Ақша есептемейтінмін, жазуға ерінетінмін, и бойым сеніп тұр, мен түп санам сеніп тұр, орындалады дейді. Аллаға шүкір орындалды. Бірақ мен жазған кезде ол вообще орындалатын еді. Вообще космосқа шығатын едік та. Мен естіп қойдым, мен миыңда тұр оның бәрі. Миыңда айналайын 70 мың ой тұр. 70 мың оймен күресіп, ішіндегі 5-6 арманыңды тауып ал. 70 мың заттың ішінен ручканы, телефонды, кітапты таба аласың ба сен үйіңде қопап тастаған кезде? Сол сияқты да бұл нәрсе. Дерзкий айттым ма дейді. Тоқтатамыз енді. Тоқтатамыз жазуда. Тоқтаттыңыздар ма? Тоқтатсаңыздар, енді былай істейміз. Ағайындар, айналайын ағайындар. Мынау А пункттегі сен, Б пункттегі жаңағы сен идеальный сен деп айтайыншы, сенің арманыңдағы сенсің, я? Енді мына жерде жазылған нәрселер кім оқиды? Ағырке, давайте біреуіңді эфирға қосайын. Кім жазды? Сол қыздың жазған тексттерін оқиықшы. Хорошо?
себебі мына кері байланыс сіздерден болу керек та. Ағытке сен жаздың ба? Кім жазды? Біреуің айтыңдаршы. Соны эфирға қосам. Сөйтіп соны оқып жіберіңдер. Динара, сіз жаздыңыз ба? Жазсаң шыға береді. Мида ұстадым деген ой. Маған запрос жібер. Динара, сізге запрос жіберейін ба? Или сіз маған запрос жіберіңізші эфирға. Қосылыңыздар, давай оқып жіберейік, талқылап жіберейікші. Кімді қосамыз? Тез болыңыздар. Ол, конечно, бәріне ұнайды. Да, біреу. Жансая Нұрқасым шығып кетті. Кімді қосамыз? Жансая, сіз дайынсыз ба? Жазыңыз ба? Біреуді талқылайықшы. Уақытымыз кетірмейік. Жансая, сізді қосайын ба? Динара, жіберсеңші маған запрос. Жансая просто жазған жазбаған білмей тұрмын да. Давайте біреуіңіз талқылайықшы. Жансая, сізді қоса берем онда. Yani жазсаң шыға береді. Запрос жіберіңіздер. Жансаяның что-то қосылмай жатыр. Жансая, запрос қабылдасаңызшы, сізді қосам. Саламатсыз ба? Так, жаздыңыз, иә? Жаздым. А пунктке не деп жаздыңыз? А пунктке мен айттым, орташа дедім, бірдеңге жетпейді. Б пункттегі Жансаяның халі қандай? Бақытты, дені сау, табысты, миллионер, жетістікке жеткен, беделді Жансаямын дедім. Тек рахат үшін саяхаттап жүріп, айына 2 миллион табыс табып жатқан Жансаяны елестетемін. Сен дұрысы ғой, әлгі жерде. Ашамыз. Енді қараңыз, ортасындағы тема бар ғой, ортасына не жаздыңыз өзіңізге? Оқи берейін ба? Оқи беріңіз. Ақша, махаббат, абырой, өсу, даму, машина, Камри 70, денсаулық, миллион, бренд, киім, салмақ 68 килограмм, денсаулық, жолымның ашық болуы, үлкен үйімнің тез біткені, счетымда ақша тола, Мальдив дедім. KBIS айлық миллион дедім. Ең білікті ұстаз, ең абыройлы ұстаз, ең абыройлы Жансая. Кітаптарым жарыққа шығып тез өтуде дедім. YouTube курсым айына 8 миллион табыс әкеліп жатыр дедім. YouTube курсым тез өтеді дедім күніне. Амангүл екеуміздің брендіміз тез дамыды, тез инстам бренд болды. Осылар. Молодец. Енді қазір тағы да бір қыздікін таңдайық, сөйтіп екеуіңіздікін не қыламыз? Окей. Кім қосылады тағы? Свет букеті дейді. Соны қосып көрейінші. Ой балайын. Себебі мынаны қазір талдаймыз ғой, талдаған кезде екі адамның салыстырамыз да. Кім қосылады? Шыға берейін ба? Шыға беріңіз қазір. Так. Валентина, қалайсыз? Қыздар, саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Өздеріңізді ортаға жазған сөздеріңіз бар? Менің Қалайсыз, Айдана ханым? өз жасайын ба? Давай, оқи беріңіз. Сізді оқиық, сосын кейін ана кісіні оқимыз. А пунктін оқиын ба? А пункттегі. Сенімсіз, қорқынышы бар. Бұл пунктте? Сенімді бизнесмен, табысым 20 миллион, машинам бар, зәулім үйім бар. Ақша маған жұмыс жасайтын, 60 килограммнан табысты аяғымнан тік тұрған. Аптабек болып елестетем, көргім келеді өзімді. Одан кейін ортасына не жаз? Жаңағыма денсаулығы мықты, зәулім үй, Lexus 570, ақша, даму, өсу, жетістік, шетелге саяхат, оптовый магазин ашу, балаларымды дамыту, миымды дамуға көп күш салу, жолымның ашық болуы, 20 миллион, 50 миллион аралығында өзіме не жасау, бақытты қартаю, жақсы өзіме не жасау, положение, өзіме даму, жақсы ене болу, Алматы, Астана қалаларынан, Қарағанды қалаларынан үй алу, үй салу. Күшті. Жасыңыз қандай? 38-де. Сосын келесі. Сіз айтайық.
Аматсыз ба, қалайсыз? А пункт, Б пунктты айтыңыз да оқып жіберіңіз тез, сосын талқылайық. А пункті өзгеруге деген ниет менде. Б пунктінде өзгерген, нәтижеге жеткен, ойын анық айтатын, айына 300 мың табатын, және бизнес леди, өзіне сенімді, 100% сенімді Гүлнұр. Молодец. Енді ортадағы нәрсені оқып жіберіңіз. Ортадағы ақша, өзгеріс, машина, өсу, мақсатқа жету, дәлелдеу, өзімнің қазіргі немді. Кейін білім алу, өзіме даму, өзгерзуге деген, және нәтиже жеткізу, соңында саяхат. Болды, жарайсыздар. Енді эфирден шығыңыздар. Өздеріңіз шығып кетесіздер. қалай шығатын Мен де білмей тұрмын деп. қазір бассам шығып кетем ба вообще? Шығып кеттім ба мен, шықпадым ба? Шыға алмай тұрмын ау деймін. Қайтып шығарыңыз енді. Өшіріп тастаңыз. Өшіре алмай тұрған ба? Қайтып көре саласыз. Мен өшірдім. Жақсы. Болды, шығып кетті. Ура дегенсің ба? Қыздар, қараңыздар. Адамның өзі, айналасындағы адам қандай, солай да. Мысалға, мен өзім қазір даму, өсу, жетістік, нәтиже іздену ғой менің қазіргі состоянием. И маған сондай адамдар келіп жатыр да. Көрдіңіздер ме? 3 адам шықты. 3 адамның да ниеттері бірдей, байқадыңыздар ма? Енді мына жерге не үшін мен ортаға адамдар жазғыздым? Себебі мына жерде ақша, даму, махаббат, саяхаттан бөлек, мына жерде просто ойына бұл ішіндегі нәрсе бар ғой, ішіндегі сезімдер. Мысалға біреулер жазуы мүмкін қорқыныш, жаман негатив нәрселер жазуы мүмкін. Адамның барлығы бірдей емес. Ішінде қандай ой бар, сол нәрсені осы жерге жазады. Қорқынышты, жаңағыдай банкротстводан қорқу, алданып қалу, ажырасу, бірдеңе, шірдеңе, балам ауырып қалмасын деген сияқты. Мына жерге адамдар байқамай жазып қояды да. И ол жазған кезде оның сол негатив нәрселері, оның установкалары. Мен қазір қуанып отырмын да, жаңағы бірінші оқырманымда, екінші оқырманымда, үшінші оқырманымнан ғана сәл-сәл нақтылық көрмедім да. Армандары четко, бірінші четко, армандары маған мынау деп четко айтып тұр. Екінші кісі де өзіне қанша ақша керек, өзі именно қандай нәтижеге жеткісі келеді, четко жазды. Үшінші кісіде мен сәл не көрген жоқпын. Дәлелдегім келеді, нәтижеге жеткім келеді, бизнес-вумен болғым келеді дейді да, бірақ нақтылық жоқ. Қай салада бизнес-вумен бол? Мысалға, бизнес-вуменнің салады өте көп та. Мысалы үшін ол неше түрлі бағыт бар. Неше түрлі киім саласы ма, тамақ саласы ма, в общем, нақтылық жоқ та. Біздің мақсат соны четко нақты шешіп алу өзімізге. Бізге не керек екен білу. Мысалға, біздің ойымызда 70 мың ой бар, оның ішінде өзіміздің 3-5 мақсатымызды қосып қойсақ, 70 мың 5 ойымыз бар да. Сол ойдың ішінен бізге нақты болу үшін четко по полочкам қоюымыз керек. Так, түсінікті ма мына талдау? Егер араңызда өкініш, қорқыныш, бірдеңе, шірдеңе деген негатив болатын болса, ол сіздің ішіңіздегі установкалар. Сіз ол установкалармен жұмыс істеуіңіз керек. Мысалға, мен бірінші, екінші кісіден вообще на позитива екенін көріп тұрмын. Бұл кісілердің установкалары жоқ. Жоқ деп примерно мен негізінде қыздар парақша ашық тұр ғой, жабуым керек, қазір эфирден шығамын, сразу жауап қоямын. Түсінікті ғой, мына талдау. Если сізде жаңағыдай қорқыныш, үрей, сенімсіздік, мен біреуге дәлелдегім келеді, анау десең, сен по-любому кейін дәлелдейсің, бірақ не үшін дәлелдегенді ұмытып қалатын кездер болады да. Так, келесі кеттік. Одан кейін мен айтқым келеді да, адам ішінде көре алмаушылық, іштарлық, сосын ренжіп қала беретін адамдар бар ғой, қыздар. Кері байланыс беріп жүріңдерші. Іштарлық, көре алмаушылық, сосын мен грипп болған едім. Бір қызғаныш сезімдер болса, и мысалға байқайсыңдар ма, бұрында біреу ренжіп қала береді ғой, немесе біреу тырысып қала береді, біреу жылай береді. Сол кездер біздің аталарымыз, апаларымыз
немесе мамаларымыз, үлкен кісілер айтатын еді ғой бізге, ойбай айналайын, мына мінезіңмен сен алысқа бармайсың деп айтатын еді ғой. Помните сол кезді? Маған кері байланыс тез беріңіздерші. Себебі айтатын ақпарат көп та, бізде уақыт жоқ. Мен что-то жаурап отырмын ғой. Отоплениені қосасыңдар ма деп даңғылға айқайлаған. Сақталады қыздар. Тез ренжісең, тез ашулансаң, біреудің жетістігін көре алмасаң, қызғана берсең, сондай сәттерде үлкен кісілер айтады, ойбай айналайын деп көндіреді ғой, жаным күнім қойш дейді ғой, сен көнбейсің ғой, ойбай деп жылап тырысып бүрсіп, сосын мінезін көрсетіп кетіп қаласыз. Сол кезде айтады ғой бізге, айналайын, мына мінезіңмен сен алысқа бармайсың деп ше. Себебі олар негізінде бәлем бәрін білген ғой. Себебі адамның ішінде обидасы, өкпесі, екеуі бір ғой. Соған айтып қойған қалай кетті. Қызғаныш, көре алмаушылық, сондай нәрсе болса, адамның іші, жылауық деп қосып қояйын, жылауық, қорқақ, ашуланшақ дейін, ашуланшақ, осы сезімдер болатын болса, немесе ішіңде сақтай беру, ол да өте жаман нәрсе. Іште сақтама дейді ғой, сол үшін іште сақтау, обида, қорқыныш, көре алмаушылық, қызғаншақтық, жылауықтық, ашуланшақтық, кек сақтаушылық, іште сақтаушылық, соның барлығы адамның ішіндегі ұшырайын деп тұрған квантовый скачок деген нәрсе бар ғой. Соны мен үш күнде түсіндім. Сол квантовый скачок деген сол ғой. Адамда квантовый скачок любой адам жасайды да, бірақ егер сенің бойыңда осынша нәрсе болса, сен квантовый скачок жасай алмайсың да. Себебі сен біреу өкпелеп қаласың, ренжисің, сен, өсейін деп тұрсың да, өсейін деп тұрып, сенде возможность болып тұр да, сен мынау кезінде маған бір бәле істеген деп, сен өзіңнің бір установкалармен, мына бәлелермен сен болайын деп тұрған нәрсені болдырмайсың да. Сол үшін де бізге үлкен кісілер, мына мінезіңмен алысқа бармайсың деген сөз сол. Ашық боламыз, мына позитиве боламыз, және де мына установкалар болса, любой адамда бар, бұмен жұмыс істеу керек. Сосын бұл қарым-қатынас тақырыбына кіріп кетеді екен, оны ертең айтамын. Енді арман не үшін керек? Сақтаймын қыздар, сақтаймын, мыңғыртпес деп айта бермеңдерші. Мақсат, арман не үшін керек? Жаңа айтқанымдай сабақтың басында любой адам арманға жету үшін талпынады. Арманды Алла Тағала біздің жүрегімізге салады екен, сол арманға жетсін деп. Бізге ол арманға жету үшін барлық нәрсені беріп қояды екен да, бірақ қалауды бізге салады екен. Сол арманға жетесің ба, жетпейсің ба деп. Адам жалқауланып, қақтан бізге обай, конечно, оған позволено, дозволено деп біз жүре берсек, ол адам, оған берілген мүмкіншілік саған да беріліп тұр да. Бірақ енді бір жан-жағын қысуы мүмкін, ақшаң жоқ болуы мүмкін, анау болуы мүмкін, мынау болуы мүмкін, бірақтан соған берілген мүмкіндік саған да беріліп тұр да. Сен оны өзіңнің армандарыңа жету үшін ізденесің ғой, сенің арманың саяхатқа шығу дейді, саяхатқа шығу. Сен ауылда отырсың, сен қақтан шығасың. Мысалы, мен лично өзім өмірімді айтайын, біз үшін саяхатқа шығу өте үлкен катастрофа болды. Мен сол нәрсені жеңдім. Аллаға шүкір, сол нәрсені жеңіп, сол катастрофа деген қорқынышты установкамды жеңе алдым да. Жеңуімнің арқасында қазір күйеуім мына жаққа барақсың ұшып тұрады, енем де ұшып тұрады, андай бәрін реттеп қосыламыз да. Ал осыдан саяхат деген ұғым менің миыма кірме салдым. Мен өзіме мүмкіншілік берген жоқпын да, себебі біздің ауылда, ауылдық жерде, особенно ауылдық жерде саяхатқа шығу деген ол үлкен бір ғарышқа шығып бара жатқан сияқты боласың. Содан кейін ауылда отырып айналаңнан критика көп көресің да. Ол мынандай, ойбай, үйін жөндемей ма, одан да үйтпей ма, одан да бүйтпей ма, сол ақшаға андай қылатын едім, мынандай қылатын едім. Ең соңында мынандай нәрселер шықты. Ойбай, саяхатқа шығып сонша ақшасын құртқанша, ана бір пәленше бар ғой, соған қайырымдылық жасамай ма? Қайырымдылық жасаса оған сауап болар еді ғой деген біреудің әңгімелері шықты да. Прикиньте, мынау сонша ақшасын саяхатқа құртып жүр, жарым ба, одан да ана пәленше деген ауылында бір жағдай жоқ бір кісі бар, соған көмектеспей ма дейді да, мысалға да. Немесе енді қаяқтан ол адам, мысалға, сен қаншалық дәрежеде саяхат жасап жүрген, садақа жасап
беріп жатқан, мысалға сен айқайлап бере бермейсің ғой, тығып беріп жатқан нәрселерің болады. Садаға негізі жасырын береді адам. Сенің мысалға өзіңнің өміріңде қанша дәрежеде сен жұмыс істеп жүрген сен өзің білесің ғой. И соңғы кездері мынандай әңгіме шықты. Мен өзім өмірімнен айтып жатырмын да, и сіздердің өмірлеріңізде де бұл кездеседі. Менің өмірімде мынандай нәрсе шықты. Бізде мынандай әңгіме отыр екен. Короче, бала шағасы оқымайды. Мысалы менің балам сабақ мектепте жақсы оқымайды. Үлкен балам сабақ жақсы оқымайды. Бірақ өзінің жақсы көретін нәрселері бар, қызығушылықтары бар, бірақ сабақ жақсы оқымайды. Мен оған басынан мұғалімдерді кінәлаймын да. И өзімнен де кінә бар, сәл көңіл бөлмеймін. Бірақтан мынандай екінші баламның талпынысы жақсы. Себебі мұғалім оны аша алмай жатыр да. Мысалға үйге келеді да, мама мен мынандай нәрсені қалаймын, мынандай нәрсені қалаймын, өйтсем, бүйтсем дейді да. И мен, короче, мұғаліммен сөйлесем ғой, апай, мынаған сәл поддержка беріңізші, үйтем, бүйтем деп неғаған кезде ол балаға 4-5 қойған кезде ол үйге ұшып келеді. Мама, мен 5 алдым, 4 алдым, маған ұнады, анау дейді да. Ал оған әр бала, мысалы мен өзім мұғалім болғаннан кейін түсінемін да, әр бала жеке тұлға. Жеке тұлға болғаннан кейін жеке қарау керек та. И бізде выгодно да адамдарға, қоғамда оның мамасын кінәлай салу. Қазір мынандай выгода пайда болыпты. Ананың баласы сабақ жақсы оқымайды, себебі оның мамасының баласына қарауға уақыт жоқ. Мамасы саяхаттайды, шырылдауық шегет қойғы деген понятие тіреп қойыпты да. Сосын оны үйде апам айтып отыр маған, сондай деп. Сосын күлдім. Ол маған нәрсе өткен жоқ та. Вообще өткен жоқ. Сосын күлдім. Апаға айттым. Апа, шынын айтсаңшы, давайте осы мектептен шығарып алайықшы, сен сияқты күшті мектепке берейікші деймін да. Күшті мектепке берейікші. Алиханнан обал деймін да. Бұл баланың потенциалы апа білмейсіз қойсын, бұның басы қатты істейді деймін да. И бұның құндылығын мұғалімдер аша алмай жатыр деймін ғой. Тоқта дейді маған апам. Сені кінәлап жатыр, білесің ба? Сен типа қыдырып жүрсің, сен баланы қарамай жатсың. Сен мұғалімдер өздеріне кінә көріп тұрған жоқ. Сенен көріп тұр. Сіз күлдім мен. Алихан қарап отыр ғой. Алихан, білесің ба? Сен күшті білесің, сен негізі ол робототехникаға қатысады. Күшті нәрселерді жасағысы келеді да, ол креативпен жасағысы келеді, бірақ ауылда действительно мүмкіншілік жоқ. И бір жағынан мен кішкентай баламен отырмын, оны мен орталыққа апара алмаймын да, себебі жолдан қорқам, мұздан жүре алмаймын, и еще кішкентай баламен шыға алмаймын. Действительно мүмкіншілігім жоқ. Сосын апаға айтып жатырмын, екінші вариантын, позитивный вариантын айтып жатырмын. Апа, осыны қалаға берейікші, қаладан үй алайық та, давайте қалада тұрайық. Мен ертең қызым өседі, басқа Алиханнан басқа балдарым бар, мүмкіндігінше қалаға беріп жатырмын. Қалаға берейікші, мүмкіншілік көп жерге берейікші. Таяз ойлайтындардың арасында мен баламды қорғым келіп тұрған жоқ та. И мен Алиханға қазір бүйтіп қарап, Алихан, оңбаған, сен неге сабақ оқымайсың? Мені позор қылдың ғой сен маған сөз келтірдің ғой деп ұрсам, бала жабылып қалады да, и маған қапа болып қалады. Маған ондай нәрсе керек емес қой. Оның действительно басын қатты істейтінін мен білемін. И мен оның астына наоборот көпшік қойып жатырмын. Алихан, сен негізінде білесің, сен просто кімге қырсып жатсың? Давай қырсытпашы. Бүгін давай сен көрсетші соны десем, ол оқып барады да. И бұл жердегі ой, нені көрдіңіздер? Если мен апамның сөзіне еріп, елдің сөзіне еріп, ойбай, мені ел сөйтіп айтып жатыр екен, ойбай, мен не деген сорлы анамын, мен не деген жексұрын болып кеттім деп ойлансам, автоматом ол солай болады. Ал мен олардың сөзін қабылдаған жоқпын. Наоборот, апама басқаша идея салып жүрдім. Апа, прикиньте, сондай болса ертең қызымыз өседі, мен вообще қалаймын, апа, давай ауылдан да күшті үй саламыз, қаладан да үй аламыз. И мысалы қашанғы мен екінші балам нағашылардың үйінде жүреді, давайте өзіміз үй салайық. И сосын апам айтамын, апа, сіз уайымдамаңыз, біз няня аламыз, сіз қалаға барсаңыз, спаларға барасыз, тренировкаға барасыз, прикинь, қандай мүмкіншілік деп. Мен оған андай, и қарашы, баланың сабақ оқымағанына мен анша выгода тауып алдым да. Ал если мен пессимистік, негатив ойласам, мен баламды ұратын едім. Оңбаған, мен позорымды шығардың ғой деп, мен оған наоборот больно, жарасына тұз салатын едім да. Ал ана балада үміт пайда болды да. Мен потенциалым ашылмай жүр деп, анау мысалға кеше осыдан 2-3 күн бұрын маған мына параққа проект салып келген ғой. Үйдің проектісі салып келген да. Үйдің проектілерін салып келген, папасы оның архитектор ғой. Неше түрлі проекті салып келген да, мама қара, біздің үйіміз
мына жерде менің бөлмем, мына жерде мынандай деп ананың несін көріп, ё-моё, сенде не деген дарын жатыр балам деп, хотя оны мектепте топас деп жатыр да. Ана осы жерде Томас Эдисонның несі бар, мысалы бар ғой. Мамасы, короче, мына кітапта да соны мысал қылады да, балықтан даналыққа деген кітапта. Короче, айтады. Томас Эдисонды неден шығарып жүреді, мектептен шығарып жүреді, мамасына хат жазып жібереді. Сөйтіп ана мамасы хатты оқиды да жылайды ғой. Хатты оқып жылайды, сөйтіп баласы қарап тұрды, мамасы не үшін жылап жатсыз дейді ғой. Сол кезде мамасы айтады, балам, мына хатта былай жазылыпты. Сіздің балаңыз өте білімді, өте белсенді бала. Біз бұл баланы оқыта алмаймыз. Мектептен шығарып алып кетесіз ба деп айтқанда. На самом деле ол хатта басқа нәрсе ғой. Кейін Томас Эдисон өседі, күшті дәрежелерге жетеді, иә, күшті бір жаңалықтарды ашады, бір нәрселерді не қылады, в общем, не қылады ғой, жаратындардың жарады да. Сөйтіп мамасы ол кезде өтіп кетеді. Сөйтіп мамасының қобдишасынан жаңағы хат тауып алады ғой, бір кездері өзі әкелген хаттан. Негізі осы тақырыпты кеше ертеңгі тақырыпқа қарым қатынас бала тәрбиесіне арнайын дегенім бүгін айта салайыншы. И сол жерде мамасына мектептегілер былай жазған ғой, сіздің балаңыз адам болмайды, короче, біз мектепте оқуға лайықты емес, өтініш мектептен шығарып алсаңызшы деп жазған да. Сол кезде Томас жылайды ғой. Мамасының соншалықты даналығы, ол сонша негативке ерген жоқ, баласының қабілетінен, бойынан ол құндылық көре алды да. Мына кітапта айтады да, Эйнштейн емес, Томас Эдисон деп. Мына кітапта, балалықтан даналықта кітабында, міне, трансцендентті арман деген потолокты жаратын арман. Қазір қарасам, бұрында біз балалық шақта естеріңізге түсіріңіздерші, трансцендентті арманға тоқталайық. Дәл қазіргі таңда сіздердің балдарыңыз сабақ оқымай, сондай болып жатса, балдарыңызды ұрмаңыздар. Мен себебі ақымақтық қылып мен баланы ұрып та көрдім, ұрсып та көрдім, нұқып та көрдім. Ол оқымайтын бала по-любому оқымайды да. Мен оны оқымайсың, сен адам болмайсың дегеннен көрі, мен сенен күшті потенциал көріп тұрмын. Сені қандай нәрсеге берсем сен дарының ашылады екен деп ата-ана уайымдаса, сол баладан бір нәрсе шығады екен да. Мына кітапта айтады. Біз қазір 21 ғасыр оқыған адамның заманы дейміз. Короче, иә, оқыған адам заманы. Бірақ сенің балаң мың жерден білімді болып, математик, физик, информатик, в общем, потолокты жарғанмен, сен оған құндылық бойына сіңірмесең, ол бала просто так робот болғанның пайдасы жоқ баланың. Баланың бойына біліммен қатар құндылық. Баланың бойына, мысалға, мынау білім болса, мынау құндылық. Короче, мына білім мен құндылықты қатар енгізген кезде баладан тұлға шығады. Түсінікті ма? Балаға құндылық пен білімді қатар құйғанда, сен мысалға, мына тұлғая тек қана білім құятын болсаң, ол да құндылық, адами қасиет, мысалға байқайсың, ана балдарынан андай қасиет, мысалға, сен ауырып қалған кезде балаң жаны ашып, мама не болды деп, бір інісіне бірдеңе, бауырлардың арасында бір адами қасиеті болмаса, ол өте нашар нәрсе да. Не үшін айттым оны ше? Мысалға бір жағдай болып қалды, мысалға бала құлап қалды, інісі құлап қалды, немесе ағасы ауырып қалды. Сол кезде жаңағы балдарынан байқасаңдар, мейірімділік қасиет, ізгілік қасиет, адамгершілік қасиет, ол бізде құндылық. Құндылық плюс білім. Біз баламызға оқы, ешак оқы, оңбаған оқы деп оны оқыта аламыз, білімді қыла аламыз, бірақ біз не істедік оның құндылығын? Оның құндылығын сен тек қана оқысаң ғана адам боласың деп, в общем, баланы басып тастадық та, в общем, үлкен бір жанатын нәрсені біз басып, бір қобдишаға сап қойдық та, ана потенциалын көрмей, ана математика, физика, химияға байлап қойдық, ал анау робот. Түсінесіздер ме? Құндылығы жоқ баланың, ол қанша жерден білім алғанымен пайдасы жоқ. Сол үшін құндылық плюс білімді қатар алып жүру керек. Сосын қазір мынандай заман, шығармашылықтың заманы қазір. Шығармашылықтың заманы. Құндылықты көтеру үшін мынандай кітаптар оқисыздар, қыздар. Ол жеке консультация, ойбай, ұзақ әңгіме, ойбай, деп тұрып қой. Шығармашылықтың заманы да.
дұрыс, оқығанның заманы, бірақ шығармашылықтың заманы. Қазір байқасаңдар, бір жаңадан бір туынды жасаған адамның заманында, жаңадан бір туынды жасаған адам, бала сен мейлі 100-100 оқысын, бірақ ол шығармашылықпен бірдеңе өзінен туындата алмаса, оның оқығаны бір тиын, ол робот. Мысалға қараш, кезінде біз 5-ке оқыдық, мен мысалға 5-ке оқыдым, күйеуім де 5-ке оқыды. Қазір 3-ке оқыған немесе двоечниктердің жолы болғыш. Себебі олар өте қатты өмірде шыңдалды да, өте қатты шыңдалды. Сол сияқты балаға не беру керек? Құндылықпен қоса білім беру керек. Және де мынау трансцендентті арман дегеннен шығып отыр ғой бұның барлығы. Мысалға, Лермонтов деген атақты орыстың жазушысы бар ғой. Содан сұраған, қараңдар, қыздар, қызық нәрсе айтамын. Лермонтовтың немересінен сұраған. Лермонтов сұраған ғой немересінен. Айналайын балам, немерем, өскенде кім болғың келеді десе, айва, извините, пожалуйста, бәрі грипп болайын деп тұр, самовнушениеға берілмей, ауырмайым деп өзімді мықтап жүрмін да. Қараңдар, Лермонтовтың немересінен, немересінен сұрайды ғой, балам, немерем, сен өскенде кім болғың келеді десе, немересі қарап тұрғанда, атасы сияқты жазушы болғым келеді деген ғой. Атасы не деген? Білесіздер ме соны? Атасы не деген? Қыздарики, чё там? Кері байланыс берсіңдерші, шабытымды убивать етпей. Не дейді атасы? Немересіне не дейді? Қатып қалған жоқпыз ба? Ау, прям. Атасы былай дейді. Атасы былай демейді, оның сағын сындырмайды. Просто атасы ойланады. Мына балам ұзаққа бармайды деп ойлайды. Неге? Себебі ол жазушы атасын көріп тұр да, материяны көріп тұр. Ол потолок көріп тұрған жоқ. Бала потолок көріп тұрған жоқ. Біз байқайсыңдар ма, қазір балдардан сұрасаң ше, біз кезінде ұшқыш болам, президент болам, бір бәле, шет бәле дейтін едік қой, естеріңізде ма? Кішкентай кезімізде. Сөйтіп сондай армандайтын едік қой, естеріңіз, қияли президент болмайсыңдар ғой, бірақ сондай бір ұшқыш болам деп ше. Қазір балдардан сұрашы, ұшқыш болуды ойламайды олар. Армандары бір түрлі ше, байқыңдар. Біз получается трансцендентті армандап тұрғанбыз ғой кезінде. А қазір балдар ұшқыш болуды ойланбайды. Енді қараңдар, трансцендентті арман деген жаңа оқу не қылғанда, потолокты жарып кететін арманды армандау керек қой. Не үшін? Түйе сұрасаңдар бие беремін деп айтады. Түйе сұрасаңдар бие берем деген мағынасын мен біреудің курсынан білдім ғой. Ол курста бетеді. Сендер түйе сұраңдар дейді, яғни трансцендентті, яғни потолокты жаратын арманды сұраңдар дейді. Шексіз адамның миына қонбайтын арманды сұраңдар Құдайдан дейді да. Банальный и так та береді. Мысалға, сен түйе сұрадың да, саған и так та жылқыны береді да. Түйе сұрадың, жылқыны и так та береді. Сол сияқты сен миды жарып жіберетін, адам істей алмайтын арманды мақсатты қойған кезде, адам істей алатын нәрселерді и так та Құдай береді екен да. Түсіндіңдер ме? А біз қайтеміз? Біз істей алатын нәрсені ғана армандаймыз да. Істей алатын нәрсені ғана армандаймыз. И ана нәрсе бізді істей алатын нәрсені армандаймыз, и бізге сол нәрсе беріледі. Берілген кезде и оның қадірін де білмейміз, шүкірін де білмейміз. И так и надо ғой деп ойлаймыз да. Бізге солай берілген, и біздің арманымызды қараңдар, болмайтын нәрсе армандап тұрмыз. Келісесіздер ме осы жермен? Айналайын ағайындар. Лермонтов немересіне ештеңе демедім. Қазір оқып тұрмын. Лермонтов немересі сұраған, только соны тауып алшы. Лермонтов, ойбай, өтірік айтпын. Лермонтов емес, Лев Толстой екен. Бәсе одан басталады деп ойлағанмын да. Лев Толстой бүйтті. Кішкентай немересін сұраған, өскенде кім болуды армандайсың деп сұрапты. Сен сияқты жазушы болғым келеді деген Лев Толстойға. Сол кезде Лев Толстой былай айтқан. Онда сенен көп ештеңе шықпайды.
алысқа шаппайсың деген. Қараңдар, Лев Толстой немере сұраған ғой, сен сияқты жазушы боламын деп. Ой, бір андай қылмаңдаршы. Сутін түсіндіріп жатырмын ғой енді. Лев Толстой бүйткен. Өскенде кім болды армандайсың деген ғой, сөйтсе сен сияқты жазушы болғым келеді деген. Енді немересіне қарап айтқан. Онда сен алысқа шаппайсың деген. Сонда немересі неге деген ғой. Сөйтсе мен сен сияқты кезімде дейді, құдай болуды армандадым дейді. Прикиньте. Құдай болуды армандадым деген да. Сөйтіп жазушы болған. Ал немересі просто так жазушы болды армандап тұр. Ол сонда просто спокойно адам болды. Бір минут балам киімді жасайын. Осы жерде ойларыңызды комментарияларыңызды жазыңыздаршы. Сабақ қалай болып жатыр, кері байланыстарыңызды. Ана киімдерін аккуратно жинап қой, Сали. Аккуратно жинап қой. Ана залдағы шашып тастаған курткалардың барлығын жинақшы. Әркім өзінің атын жинау керек. Әркім өзінің атын жинау керек. Мама жинамайды. Түсіндіңіздер ма? Түсіндіңіздер ма? Толстой немересіне айтқан, мен сен сияқты кезінде құдай болды армандадым, құдай болдым, жазушы болды, сол сияқты потолокты жаратын нәрсе армандаймыз. Иә ма? Так, енді практикалық бөлімге көшеміз, қыздар. Практикалық бөлімге көшеміз. Все, нормально, иә? 1 сағат мен сіздермен теория не қылдық. Теория болды. Қыздар, мен кеше айттым, жеке шекарама кіріп, қазір мен сіздерге тек қана сабақ біткеннен кейін тек қана кері байланыс, қандай инсайт алдыңыздар, қандай әсер алдыңыздар, соны ғана жіберіңіздер. Маған ойбай, ана проблема, мен жаман ойлаймын, негатив ойлаймын. Ондай нәрселеріңізді айтпаңыздар маған. Себебі ол нәрсе просто үйт-сүйт дегеннен кетпейді. Ол сенің жылдар бойы, 30 жыл, қанша жыл өмір сүріп жатсың, сонша жыл сенің бойыңда өзіңмен көтеріп жүрген жүгіңді менің бите салғанмен кете салмайды ол нәрсе. Түсінесіздер ма? Ол үлкен проработка. Мысалға мен өзім 2 ай бойы проработка жасадым. Прикиньте, сол психосоматиканың оқуын өзім оқып алдым емес, ертең 18-не басталады. Психосоматиканың 3 ай бойы оқимын, 18-не басталады. 3 ай бойы оқып, 2 ай өзім проработка жасадым сол бойынша. 3 ай оқимын, содан кейін барып мен сіздерге көмектесе аламын. Қазір мен сіздерге әні деп айтамаймын, себебі оны маман емес. Мен қашан маман боламын, сол кезде үйретемін, да? Енді давайте парақтарыңызды, кітаптерлеріңізді алыңыздар. Мақсатты жазуды бастаймыз. Мақсатты, арманды жазуды бастаймыз. Арман, жаңа айта кеткеніміздей, ол біздің миымызда қиялдап ұшып жүретін 70 000 оймен қоса қалықтап жүрген нәрсе. Енді біз ол арманды жүйелеп ұстап алып, ана 70 000 ойдан арашалап алып, айналайын арманым, сен маған керексің, сені маған Аллах жүрегіме салды, жүрекке бекер салған жоқ, Аллах Тағала мені саған ұмтылу үшін салды, мен сені құрметтеймін, сен менің потенциалымды ашатын күшті нәрсесің деп қарап, оны мақсатқа айналдырамыз да, оны дәптерге осылай жазамыз. Дайынсыздар ма? Бірінші біз мақсатты 8 бөлімге жазамыз. 8 полкаға қоямыз қазір. 8 полкаға қоямыз. Жазбай отқандар обязательно жазыңыздар. 30 күннің ішінде жазыңыздар. Жазбасаңыздар ренжімеңіздер, мен эфирді өшіріп тастаймын. Вообще, Инстаграм өшіріп тастаймын ақпараттың барлығын. Хорошо, түсініңіздер ғой, не үшін мақсат жазамыз, жылдың басында істеп отқаным, білім зекеті деп отқан ниетімнің барлығын қабыл алсаңыздар екен, шын жүрегіммен. Мен от души айтып жатырмын. Бұның артында менде үлкен продажа жатқан жоқ. Мен сіздерді пихаттап басқа бір курсым сатайын деп жатқан жоқпын. Не білем, соның барлығын осы жерде айтамын. Иә? Сол үшін бағалаңдар ағайындар. Лермонтов қатырам, Лев Толстой. Басартын білсең болды деген сияқты ғой. Так, енді бірінші жазамыз, жалпы табысты жазамыз. Жалпы табыс. Мына жерде бір андай не қоятын нәрсе бар еді. Это ли это? Так. Қыздар, мына жерде не бар еді, соны қоямын айтамын.
Слайд сияқты бір нәрсе бар еді ше. Ойбай. Слайд сияқты бір нәрсе бар еді, соны қоя алмай отырмын ше. Четко бір күшті бір инструмент бар еді да. Включить комментарий, добавить. Включить, копировать ссылку. Мына жерден шығып тұратын ғой. Ай, қоя берші. Түсіндіремін енді, амал жоқ. Мен әдемі маскам где, папа? Маскам кетті. Ойбай. Маскам жоғалтып алдым, ойбай.